Мына суретке қараңыз. Бұл 1842 жыл. Суреттегі адам доктор Уильям Брайтон. Ол Кабулдан Жалалабад қақпасына әрең дегенде жетіп тұр. Кабулдан шыққан 16 мың адамдық армиядан тірі қалған жалғыз британдық. Қалайша 19 ғасырдағы әлемдегі ең қуатты Британ империясы таулы, кедей елде осындай сұмдық апатқа ұшырады? Бұл сұрақтың жауабы бір-ақ сөз: геосаясат. Нақтырақ айтқанда, тарихтағы ең қауіпті жасырын соғыс, үлкен ойын. Қараңыздар, 19 ғасырдың ортасында Ресей империясы оңтүстікке, жылы теңіздерге, яғни Үнді мұхитына ұмтылды. Ал мынау Британ империясы. Олардың басты қазынасы Үндістан. Екі алпауыт империяның ортасында бір-ақ жер қалды. Ол Ауғанстан еді. Британдықтар үшін Ауғанстан бұл Үндістанның қақпасы. Олардың ең үлкен қорқынышы орыстардың осы қақпадан кіріп келуі. Енді мына кісіге назар аударыңыз. Бұл Ауғанстан әмірі Дост Мұхаммед хан. Ең қызығы, Дост Мұхаммед бастапқыда британдықтармен дос болғысы келді. Ол 1837 жылы Кабулға келген британ елшісі Александр Бёрнеске қарап, маған көмектесіңдер, сихтер пешеварды тартып алды. Сол қаланы қайтаруға ат салсыңдар деді. Бірақ британдықтар әмірдің бұл өтінішіне құлақ аспады. Олар сихтермен арадағы қарым-қатынасты бұзғысы келмеді. Міне, британдықтардың ең үлкен қателігі осы жерден басталды. Көңілі қалған Дос Мұхаммед хан: жарайды, сендер көмектеспесеңдер, басқадан көмек сұраймын, деп орыс елшісін қабылдады. Бұл хабар Үндістандағы генерал-губернатор лорд Оклендке жеткенде, ол дүрлігіп ашуға берілді және шұғыл түрде шешім қабылдады. Дост Мұхаммедті тақтан тайдыру керек. Орнына кімді қоямыз? Әрине бұрынғы қашқында жүрген британдықтарға толықтай бағынатын Шах Шуджаны. Мәселе, ауған халқы Шах Шуджаны жек көретін. Бірақ лорд Окленд үшін бұл маңызды емес еді. Сонымен 1839 жылы 20 мыңдық инд армиясы Ауғанстанға басып кірді. Олар Болан асуы арқылы Кандагарды алды. Сосын Газнаға жетті. Газнаның қабырғалары мықты әрі биік еді. Бірақ британдық тыңшы кашмирлік Мохан Лал қақпаның бір әлсіз жерін тауып, сол жерді түнде оқтарымен жарып жіберді және қала ақыры британдықтарға берілуге мәжбүр болды. Газна қаласының құлағанын естіген Дос Мұхаммед Кабулдан қашуға бел буды. Британдықтар Кабулға кіріп, таққа Шах Шуджаны отырғызды. Британдықтар оңай жеңіске жетті. Солай естіледі, оңай. Дәл осы жерде британдықтар жеңіс пен бақылау екі бөлек нәрсе екенін ұмытып кетті. Олар жеңіске жеткенмен Ауғанстанды бақылау қиынның қисыны екенін ұмытты. Британдықтар Кабулда өздерін Үндістандағыдай сезінді. Әйелдерін, бала шағасын әкелді. Кештер өткізді, ат жарыстарын ұйымдастырды. Бірақ олар жергілікті халықтың ашу ызасын байқамады. Ауғандар өз жерінде кәпірлердің билік құрғанын және өздерінің жек көретін ханын әкелгенін кешірмеді. 1841 жылы Кабулда басқыншыларға қарсы көтеріліс басталды. Олар алдымен британдықтарға ескерту жасаған елші Александр Бёрнестің өзін өлтірді. Сосын британдықтардың бас дипломаты сэр Уильям Магнаттенді келіссөз кезінде Дост Мұхаммедтің ұлы Акбархан өз қолымен атып өлтірді. Қоршауда қалған британ әскері аштықтан қырыла бастады. Ақыры 1842 жылы қаңтарда олар берілуге келісті. Акбархан оларға Үндістанға қауіпсіз жетуге уәде берді. Қаңтар айында әскер Кабулдан шықты. 4500 әскер және оларға ерген 12 мыңға жуық қызметшілер мен отбасы мүшелері. Акбархан берген уәде орындалмады. Қыстың аязында таулы асуларда оларға тоқтаусыз ауғандар шабуыл жасады. Бұл шегініс емес, бұл қырғын болды. Адамдар аяздан, оқтан, аштықтан өлді. Акбархан кейбір әйелдер мен балаларды тұтқынға алып,
аман сақтап қалды. Ал қалғандары... Міне, біз әңгіменің басында суретке қайта оралдық. Доктор Уильям Брайтон. 16.000 адамнан қалған жалғыз тірі жан. Империя мұндай масқараны көтере алмады. 1842 жылы қыркүйекте тұтқындарды құтқару үшін Үндістаннан генерал Поллоктың басқаруымен жазалаушы отряд жіберілді. Олар Кабулды уақытша қайтарып алып, қатыгездікпен кек алды. Мысалы, Кабулдың үлкен базарын өртеп жіберді. Бірақ бұл жеңіс ұзаққа созылмады. Британия бұл елді ұстап тұру мүмкін еместігін түсінді. Олар тұтқындарды қайтарып алып, негізгі күштерін елден шығарды да ауғандардың ішкі істеріне араласпайтынын мәлімдеді. Нәтижесінде Дос Мұхаммед хан таққа қайта оралды, ал Ауғанстан тәуелсіздігін сақтап қалды. Бірінші Ағылшын-Ауған соғысы осылай ауғандардың пайдасына шешілді.